Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен кондитерлік бизнесті масштабқа шығарудың 5 қадамымен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен кондитерлік бизнесті неден бастау керек, аренда алып жаңа деңгейге шығу жолын қалай бастаймыз, команданы басқару және делегирование, кіріс шығысты дұрыс есептеу, масштабқа шығаратын нақты қадамдармен бөлісетін боламын. Бір сөзбен айтқанда, менің осы деңгейге жеткенім, қалай жеттім, соның бәрімен үйренетін боламын. Бүгін тегін сабаққа соңына дейін қатысқан жандарға калькуляцияны, яғни техкартаны қалай есептейміз, соны тегін беретін боламын. Мен Перизат Қанатқызы 8 жасынан бастап бисквит пісірген 10 жылдық тәжірибесі бар кондитермін. Мен 3 дипломы бар кәсіпкер, MBA бизнес магистратурасының түлегімін. 25 миллиондық обороты бар Перизат тәттілерінің негізін қалаушысымын. Атырау қаласында масштабқа шығып, 9 магазині бар, кондитерлік бизнес арқылы 300 миллиондық ғимарат салған, 35 адамды жұмыспен қамтып отырған көп балалы ана кәсіпкермін. Торттың құрамын бір кусоктан білетін кондитермін. Менің жолым 2015 жылдан торт пісірумен үйден басталды. Яғни декретте отырып басталған бизнесім. Бұл кәсіпке мен бизнес ретінде емес, хобби ретінде қарайтын болдым. Қазіргі таңда менің 9 точкам бар. Сол кезде үйде отырып бастаған кәсіп қазір миллиондап табыс әкеліп отырған біздің отбасылық бизнесіміз. Осы кондитерлік бизнесті бастағанда менің папам бұл менің кәсібіме қарсы болған болатын. Бір айлық баламен жүріп торт пісіретінмін. Және үйде шағын мастер-класстар өткізетін болдым. Өзімнің алғашқы кондитерлігімді ашқанда менің торттарымның бәрі колбаса сататын холодильниктерде тұратын еді. Бизнес жақсы жүріп бастағанда карантин басталып, бүкіл команда жұмыстан шығып кетті. Мен ол карантиннен де жақсы табыспен шықтым. Бірақ команда басқаруды, бизнесті управлять етуді осы менің білімдерім команданы карантин кезінде онлайн басқаруға көмектесті. Сол білімімнің көптеген септігі тиді, соның арқасында 9 точка аштық, командамда 35 сотруднигім бар, және де айына 25 миллион оборот жасаймыз. Осы деңгейге жетуге маған көмектескен сіздерге 5 қадаммен бөлісейін. Бірінші қадам бұл баға жүйесін дұрыстау, яғни калькуляция, маржаны дұрыс қою. Көп кондитерлер жалпы масштабқа шығуға осы жерден тоқтап қалады. Қанша пайда көріп жүргенін білмейді, яғни маржаны дұрыс қоймағаннан қанша пайда көріп жүргенін ол көре алмайды. Бағаны ешкім алмайды деп қоя салады. Ингредиент қымбаттады, бірақ баға сол күйі қалдырып жататын кездерде болады. Екінші қадам бұл тұрақты тапсырыс жүйесін құру, яғни маркетингті дұрыс жоспарлау. Кондитерлердің ең үлкен болі бұл бірде заказ бар, бірде заказ жоқ. Яғни бұл маркетингтің жоқ деген сөзі. Тұрақты потокты алып келетін 4 канал болу керек. Бұл Instagram, контент, яғни екіншісі бұл рекомендация, сарафанный радио. Үшіншісі бұл WhatsApp базыңыз, базовый клиентская база. Және төртінші бұл жарнама, минимальный таргет жіберу. Үшінші қадам бұл өзіңді өндіріске байламай, процесті жүйелеу, яғни делегировать етіп, процестің бәрін өзінің орнына қою, автоматизация жасау. Масштабқа шыққысы келетін кондитерлердің ең үлкен тобы бұл бәрін өзі жасау, яғни делегировать етуге қорқу, коржын өзі жасайды, кремін өзі істейді, оформлениені өзі жасайды, доставканы өзі жасайды, даже WhatsAppқа директке өзі жауап береді. Масштабтың 3 қадамы бұл рецептураны стандарттау, технология картасын дұрыстау, режиммен жұмыс жасау және тапсырыстарды бөлу, яғни бұл процестерді жүйелеу деп аталады. Төртінші қадам бұл команда құру. Помощник, технолог, менеджер, оператор, кассир, каждый должностьқа өзінің мамандарын қою. Яғни сіз команда құрмай, бұл бизнесті көтеру мүмкін емес, масштабқа шығу мүмкін емес. Алғашқы қадамыңыз бұл, манағы айтқанымдай, каждый
каждый профессияға өзінің профессионалдарын қою. Бесінші қадам бұл цех, яғни өндірісті үлкейту. Бұл масштабтың финалы. Көп адамдар цех ашуды ең бірінші қадам деп ойлайды, бірақ бұл ең соңғы 5-ші қадам болады. Себебі оған дейін біз аренда, расход, персонал, тұрақты шығын, бұл жерде уже сізде тұрақты клиент болу керек ол үшін, цехты ашу үшін. Сондықтан банағы алдыңғы 4-ші қадамды толық орындағанда ғана цех өзін ақтай алады. Осы қадамдармен нәтижеге жеткен менің оқушым Гүлжайна. Инстаграммен бөлісіп кетейін сіздермен. Ал бүгін мен сіздермен көп кондитерлердің масштабқа шығарда жасайтын қателіктерін талқыладық. Система құруға арналған нақты қадамдарды білдік. Команда басқарудың қыр-сырын үйрендік. Әр кондитердің ерекше екенін және конкуренция деген жоқ екенін түсіндік. Осы сабаққа келіп отырғаннан кейін сізде жасайын ба, жасамайын ба деген уже сұрақ жоқ. Нақты қадамдарды түсіндіңіз. Өзім 9 точка ашып, бизнесім системаға қойғаннан кейін қаладағы кондитерлік дүкендерді көбейтіп, сапасын жақсартқым келді. Біз проблеманы қалай шешіп үйрендік? Просто тегін встречаларға барып, түк те бітірмей өмірімізді жалғастырамыз. Өзім жасаймын деп көп уақыт жұмсаймыз, ақша жұмсаймыз, энергиямызды жоғалтамыз. Негізі гарантированно сізге қысқа уақытта нәтижеге тез жетуге болатын мүмкіндіктер бар. Ал осы сабақтардан кейін кондитерлік бизнесіңізді одан сайын үлкейтіп, масштабқа шыққыңыз келсе, мен сізге көмектесуге дайынмын. Және де осы төменге қазір анкетаның сілтемесін тастап кетемін. Сол жерге өзіңіздің данныйларыңызды толтырып кетіңіздер. Мен сіздерге хабарласып, консультация өткізетін боламын. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен болған Перизат Қанатқызы. Көп-көп рахмет.